Аффирмация. Кімде-кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, дұрыс сөз сөйлесін, немесе үндемесін. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Сөз сиқыр, сөз тылсым, сөз жыр, сөз көңілінді көтереді, сөз жүрегінді жылтады, сөз күлдіреді, сөз қуантады, сөз қайғыртады, сөз ашуға бөктіреді, сөз жұбатады, сөз ғашық қылады, сөз дұшпандық жасайды, сөз шабыттандырып жігерлендіреді, сөз ұнжырғанды түсіріп кері тартады, сөз соғыс отын тұтандырады, сөз сұрылған қылышты қынына қайта кіргізеді, сөз көндіреді, сөз өндіреді, сөз тәрбие, сөз білім, сөз Құран, сөз дұға, сөз рухының үні, сөз нәпсінің тілі. Міне, сөздің құдіреті осындай. Сөздің адамға қалай әсер ететінін түсіну үшін мынадай тәжірибе жасалыпты. Залға жиналған адамдарға көздерін жұмуды және баяу айтылған бір қатар сөздерді мұқият тыңдап, мағынасын түсінуді сұраған. Ұрыс жанжал, айқай-шу, төбелес, пышақ, қан, жедел жәрдем, жылаған ана, мылтық, қабір, соғыс, бомба, қинау, сатқындық, жала, аштық, тону, қақыған аяз, мәжбүрлеу, ұру, зорлау, қиянат, жер сілкінісі, қираған үйлер. Осындай ауыр сөздер айтылғанда, жиналғандардың көңілдері құлазып, қабақтары түсіп, түрлері бұзылып кеткен. Залда жағымсыз аура қалыптасқан. Ал керісінше жаңа туған сәби, шуақты күн, жайқалған ағаш, сарқырап аққан су, хош иісті аңқыған гүлдер, мейірім, табысу, кешіру, жәрдемдесу, олимпиада жүлдегерлері, жайнаған дастархан, достық, қамқорлық, әдемі әуен, ақша секілді жақсы сөздер айтылғанда естігендер қайтадан жадырап сала берген. Сөздің әсері осындай алапат болғандықтан қазақ жақсы сөз жарымырыз, жылы-жылы сөйлесен жылан інінен шығады, қатты-қатты сөйлесен мұсылман діннен шығады, жылы сөз жан семіртеді, сөз сүйектен өтеді. Төзімнен сүріндірсең де тілімнен сүріндіре көрме деп мақалдатқан. Құранның Ибрахим сүресінде жақсы сөзді Алланың қандай мысалмен түсіндіргенін көрдің бе? Жақсы сөз бейне бір тамыры жерге терең тартқан, бұқтақтары көкке жеткен мәуелі ағаш сияқты. Ол ағаш Раббысының рұқсатымен үнемі жеміс береді. Алла тағала адамдар ойланып, ғибрат алсын деп осындай мысалдар келтіреді. Ал жаман сөз бейне бір жерден түп тамырымен қопарылған, тамыр тартып, өз дінінде тұра алмаған жаман ағаш іспетті делінсе, Азғап сүресінде. Уа иман келтіргендер, ендеше Алладан лайықты түрде иемденіп, оған қарсы келуден, әрі азабынан барынша сақтаныңдар және әрдайым жібі түзу, дұрыс сөз айтыңдар. Сол арқылы Алла істерінді түзу қылып, күнә қателіктерінді кешіреді деп сөз түзелсе іс оңалатындығын айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, дұрыс сөз сөйлесін, немесе үндемесін деген. Ал Абай атамыз сөз түзелді, тыңдаушы сен де түзел деп бекер айтқан жоқ. Сөз түзелгенде ой санамыз кез келген нәрсенің жақсы жағын көруге бейім болады. Адамдар арасында жақсы күй қалыптасады. Жылы сөз айтылған жерде жағымды энергия орнайды. Жақсы сөзге көңіліміз көтеріліп, қандай да бір істі жасауға ынтамыз артып, жігерлене түсеміз. Шабытымыз оянады. Өзімізге деген сеніміміз арта түседі. Ал қолынан түк келмейді, қабілетін жетпейді, әлін білген әлек секілді сөздер керісінше адам көңілін су сепкендей басып,
көкірегін күдікке толтырып, сенімділігін жоғалтуы ықтимал, әрі ынта-жігерін матап тастауы мүмкін. Осындай талабы мұқалып, сенімі түсетінеген адамды психологиялық қайрауды, яғни сөз арқылы жігерлендіруді аффирмация дейді. Көптеген психолог, коуч, менторлар аффирмацияның маңыздылығын түсіндіріп, белгілі бір сөздерді бірнеше рет қайталап айтуды тапсырма ретінде беріп жатады. Бірақ өз басым белгілі бір сөздерді шамадан тыс қайталауды жөн көрмеймін. Сондай-ақ шындыққа жанаспайтын аффирмациялық сөздерден де аулақ болған жөн. Одан да адамдарды шындыққа тік қарап, мәселені шынайы болмысымен жеке түсінуге үйрету қажет. Мысалы, Құдай берген бет әлпетіне разы емес қызға мен ең әдемімін деп күніне 100 рет қайталау дұрыс емес. 1000 рет қайталаса да оның ең әдемі қыз емес екендігі алдынан шықпай қоймайды. Оны сезінген жағдайда керісінше депрессияға түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан әр адамның өзінше сұлу екендігін, әсіресе ішкі дүниесінің әдемілігі жайлы түсіндіру керек. Алланың құзырында әрбір адамның басты құндылығы оның адамгершілігі, рухани байлығы екендігін ұқтыру ләзім. Түрлі жетістіктерге жетіп, елдің құрметіне бөленген жандардың бәрі бірдей асқан сұлу емес екендігін мысалдармен түсіндірген жөн. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам, Алла сендердің бет әлпеттерін мен түр-тұрпаттарына емес, жүректерін мен жасаған істеріне қарайды дегенің пендесінің санасына сіңіру ең абзал іс. Сондай-ақ аффирмация жасаймын деп тәкаппарлыққа ұрынып қалудан сақ болған жөн. Менмендік мен сөзін 2 рет қайталаудан құралғандығын ұмытпайсыз. Мысалы, мен мықтымын, қолымнан бәрі келеді деген сөзді жаппай тұрмай, қайта-қайта айта берген адамның жүрегіне менмендік ұялауы кәдіп. Мұндай жандар жетістікке жеткен кезде Құдайын ұмытып, өзін керемет санап, өзгелерді менсінбейтін күйге ұрынуы мүмкін. Сондай-ақ, ойлағанына қол жеткізе алмаса, өмірден түңіліп, психологиялық күйзеліске түсуі ықтимал. Сондықтан, Алла маған қабілет қарым берген. Мен ешкімнен кем емеспін. Алла нәсіп етсе, қолымнан келеді. Еңбек бізден, нәтиже Алладан. Деу сенімділік ұялататын ең қауіпсіз формула һәм ең дұрыс аффирмация. Сондай-ақ, балаларымызды шабыттандырып, ынталандырғанда сен ең мықтысың, сен ең ақылдысың деген сөздерден аулақ болған дұрыс. Себебі, ең деген сөздің астарында сен басқалардан артықсың деген мағына жатыр. Бұл балаңызға басқа балалардың өзін артық көретін тәкаппар мінезге, үнемі өзін өзгелерден жоғары ұстайтын теріс пиғылға жетелеуі мүмкін. Тіпті әрбір ісін ең мықтысың деген сөзді дәлелдеу үшін ғана жасайтын реактив адамға, яғни не істесе де өзгемен бәсекелесу үшін ғана жасайтын жанға айналады. Сондықтан, ең ақылдысың дегеннен гөрі сен ақылдысың, сен мықтысың, сені Алла керемет қабілеттерімен жаратқан деген секілді сөздерді қолданған жөн. Алланың көркем есімдерін зікір ету, жай сөзбен жасалған аффирмациядан сан есе артық. Мысалы, кәсіппен айналысатын кісі Алланың Рәззақ, яғни рызық беруші деген есімін жиі қайталаған сайын дұға еткен болады, әрі еңбегінің өнімін Алладан күткендіктен үлкен құдіретке арқа сүйейді. Нәтижесінде мұндай адамның өзіне деген сенімі артып, қадамы нығаяды. Мысалы, денсаулығы сыр берген адам Алланың Шәфи есімін зікір еткен жөн. Ұрпақ сұрап жүрген кісі Әл-Уаххаб, тарты етуші, сыйлаушы деген есімін қайталап айтқаны дұрыс. Жаңадан іс бастаған адам Алланың Фәттах, яғни есіктерді ашушы, бөгеттерді жаюшы, жаңа мүмкіншіліктерді беруші деген есімін дұға ретінде көбірек қайталағаны абзал. Сенің ұялататын сөздерді айтқанда Алланы аузына алмаса да, Алланың қалауымен, жаратқанның қолдауымен деген үн
көкірегінде сайрап тұруы тиіс. Сонда ғана менмендіктен аман боласыз. Ерінбей бірнеше күн бойы аузыңыздан шыққан сөздерді мұқият бақылаңыз. Шағымдану, реніш, кінәлау, ақталу, боқауыз сөз бе? Жоқ әлде айналаңызға шабыт берер, жағдайыңызға шүкір етер жақсы сөз бе? Қандай сөздерді жиі қолданатыныңызды білетін боласыз. Сөзіңіз түзелсе, өзіңіз де, өміріңіз де, айналаңыз да түзеледі. Ешкім мақымы. Баяғыда бір қала әкімі халық көп жиналған орынға барып, жұпыны киінген бір кісіге «Сен кімсің?» депті менсінбеген кейіппен. Әлгі кісі «Мен кім болушы едім? Мен ешкім емеспін» дейді. Жауабын түсінбеген әкім «Ешкім несі?» депті таңданған күйі. Ширеніп тұрған әкімнің өзінен «Ал өзің кімсің?» деп сұрайды. Әлгі адам «Әкім, мен мына қаланың әкімімін» дейді пандана. Қарапайым адам сұрақты әрі қарай жалғастырып, «Одан кейін кім боласың?» дейді. Әкім, «Бәлкім, бұдан да үлкен қаланың әкімі болармын» дейді. «Одан кейін кім боласың?» «Патшаның ең сенімді уәзірі боламын». «Одан кейінше?» «Бәлкім, патша болармын» дейді әкім. «Одан соң кім боласың?» дейді қарапайым адам қаттырақ дауыспен. «Сосын ба?» «Сосын не болушы едім?» «Ешкім» деп күмілжиді әкім. Осы жауапты күтіп тұрған қарапайым жан: «Мен сенің болашақта жететін ешкім мақымында қазір жүрмін» деген екен. Қиссадан не түсіндік? Егер Алла тағала бізден маған тиесілі нәрсені өзіме қайтарып беріңдер де, өздеріне тиесіліні ала беріңдер десе, жанымызда нені қалдырар еді? Ән айтып, халықтың ықыласына бөленіп жүрген жұлдыз әншілер не істер еді? Дауысты да, дарынды да берген Алла емес пе? Алла берген әкімшілік қабілеті болмаса, халықтың қошеметіне бөлене алар ма еді? Ал дүниесімен масаттанып жүрген байлар ше? Атағынан ат үркетін ақын жазушылар ше? Оларға ақылды, ақындықты, денсаулықты, жарық дүниені, тегін ауаны, сәттілікті, шабытты берген кім? Әрине Алла. Бірнеше кітабым жарыққа шығып, елге таныла бастаған кезім. Кітабымды оқыған адамдар көрген жерде жақсы сөздерін ардап, шынайы ризашылықтарын білдіре бастады. Осындай қошемет пен ілтипатқа кенеле бастаған нәпсім өзін бір нәрсе сезіне бастағанын байқадым. Сол сәтте өзіме мына сұрақтарды қойдым. Қайрат, сен шағын ауылдың қойын көнің тазалап жүрген бір бала едің. Алла тағала мыңдаған баладан сені таңдап, екі бірдей шетелде оқуды, бірнеше тіл үйренуді, ел, жер көруді нәсіп етті. Саған ақыл ой берді, көретін көз, еститін құлақ берді. Оқығаныңды тоқитын сана берді. Оқығаныңды есте сақтайтын қабілет болмаса, не істер едің? Сонша жыл үйренгеніңді әп-сәтте ұмыттырып жіберсе, қандай амалың бар? Мұндай сұрақты әр пенде өзіне қоюы керек. Мына пәнеде ешкім мәңгілік емес. Олай болса, ерте ме, кеш пе, әркім ешкім емес екенін мойындайды. Ендеше, қазірден бастап жаратқанның құлы екенімізді, Алланың қолдауынсыз ешкім екенімізді білуге тиіспіз. Ешкім мақымына жету үшін бәрін көріп болып, өлуіміз немесе өшуіміз шарт емес. Алдынан лауазымды немесе қалтасы қалың яки танымал кісі ұшырасты. Онымен күлімдеп амандасып сөйлескенге сыпайы бола қалдың. Аз уақыттан кейін елге тартқан үйден жуушы апай немесе күзетші шықты. Ол кісілермен қалай амандастың? Әлде мүлде амандаспадың ба? Егер сәлемін екі түрлі болса, алдыңғы амандасудың көзбояушылық қана. Кісі таңдап амандаспа, адамдарды алалама. Жай ғана амандасудағы айырмашылық біздің ішкі болмысымыз бен руханиятымыздың көрсеткіші болмақ. Барлық нәрсе нәтижесімен өлшенеді. Мол байлық, биік мансап,
үлкен атақ сені ізгіліктен аластатып, адамдықтан айнырар болса, онда мұның бәрі Алланың саған берген нығмет кейпіндегі неқметі, жазасы болмақ. Ал керісінше, басына түскен қиыншылық сені даналыққа тәрбиелеп, жаратқанға жақындатса түссе, онда мұны Алланың саған жазған зор жақсылығы деп білгейсің. Кішіпейілділік өзінде бар нәрсені жоққа шығару емес, бәлкім олардың бәрінің шынайы иесі Алла екендігін мойындау. Уайым. Шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ. Ол өзі бір антұрғандық. Абай. Уайым мәселені шешпейді, тек мазаңызды алады. Омар Хайям. Уайым. Алдағы істерді ойлап тағатсыздану, кегеліктікке ұрынып, үмітсіздікке сылыну, істі жаманшылыққа балап, орынсыз мазасыздану. Бұл құбылыс асқынған кезде ұйқысыздыққа, күйзеліске тап болуы бар. Мысалы, үйленсем, әйелім жаман болып шықсақ, қайтемін? Немесе, күйеуімнің жұмысы Алматыға ауысуына байланысты көшетіндігін естіген әйел, Алматы ең лас қала. Денсаулығымыз құйретін болды. Кептеліс көп. Балалар мектебіне қалай үлгереді деп ұйқысы қашып, уайымға салынып, 2 миллионға жуық халық осы қалада өмір сүріп жатқанын назар аудармастан өзінен өзі әбігерге түсуі мүмкін. Екінші мысал. Шетелден тауарға тапсырыс берген кәсіпкер жолда жүк көлік бұзылып қалса, немесе ол өрттеніп, яки тоналып кетсе не істеймін? Секілді қорқынышты жағдайларды елестетіп, ұйқысы қашып, күндіз-түні сары уайымға салынуы мүмкін. Мұндай артық уайым адамды күйзеліске түсіріп, торықтырып жіберетіні анық. Орынсыз уайым қол-аяғынды жіпсіз байлап, жігерінді матап, харекетінді тұсап тастайды. Не болса соны уайымдап, түймедейді түйеді етіп, болмашы нәрсеге шамадан тыс алаңдаған сайын, адамның қайраты мақұлып, қайрылған шалғыдай жігері жасайды. Уайым стрессқа себеп. Ал ол өз кезегінде денсаулықты құртады. Менің бір жақын танысымның ұйқы безі асқынып, өлім аузынан қалды. Сол кісімен шетелде қонақ үйде бір бөлмеде тұрдық. Кешкісін шкафтарды ақтарып, киімдерінің қалтасын қайта-қайта тексеріп, қатты мазасызданып, әлде бір нәрсені тынымсыз іздеп жүргенін байқадым. Сөйтсем, бөлменің есігін ашатын карточкасын таппай жүр екен. Мен, Құдай-ау, бағанадан бері сонша мазасызданып, іздеп жүргенің осы ма? Карточка деген жай ғана пластмас дүние ғой. Ресепшндегі қызметкерге айтсан, басқасын шығарып бере салады, деп көңілін тыныштандыруға тырыстым. Таңертең тұрсам, көзім тағы да сол карточкасын іздеп, әуре сарсаңға түсіп жүр. Танысымның ұйқы безі неліктен сыр бергенін түсіндім. Баяғы орынсыз уайымның кесірі. Уайымды қалай жеңеміз? Бар жігерінді ертеңгі күнмен өмір сүруге жұмсама. Өйткені ертеңгі күн бізге беймәлім. Алдағы күн бір Аллаға ғана аян. Ендеше әлі орын алмаған жағдайды ойлап сары уайымға салынудың мәні жоқ. Бұл бір аптадан кейін қарным ашуы мүмкін деген бүгін тыңқия тойып алу секілді орынсыз әрекет. Адамның ерік жігері, бойдағы жігер қуаты дәл қазіргі таңдағы қиыншылыққа төтеп беруге толық жеткілікті. Ал біз сол ерік жігер қуатымызды өткен күнге өкінумен, әлі болмаған болашаққа алаңдаумен әлсіздікке ұшыратып жатамыз. Сондықтан өткенге өкінбей, болашақты уайымдамай, дәл бүгінгі күнмен өмір сүруді үйренуіміз қажет. Себебі уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Далай-ламаның егер сізге кез келген нәрсе түбі оңтайлы шешілетін болса, оған бола уайымға салынудың қажеті жоқ. Ал бәрібір шешілмейтін болса, ол үшін қайғырудың мән мағынасы жоқ деген сөзін ұмытпаңыз.
Егер кез келген адам қандай да бір жағдайды ойлап, уайымға тап болса, оны жеңудің оңай жолы бар. Өзіңізге мынадай сұрақ қойыңыз. Мен уайымдап тұрған осы жағдай шынымен басыма келсе, ең жаманы не болуы мүмкін? Мысалы, жұмыстан шығып қалсам, немесе ісім кері кетіп, дағдарысқа ұшырасам, қандай жағдай орын алуы мүмкін? Соны елестетіңіз. Алдын ала сол жаман жағдайды іштей қабылдап, оны жақсы жаққа өзгертудің, минусты плюске айналдырудың жолдарын қарастырыңыз. Осыдан бірнеше жыл бұрын Данияр атты кәсіпкер інім көңілі құлазып, салы суға кеткен күйде маған келді. Асықпай әңгімелестік. Данияр ірі құрылыс компаниясында бас директор болып жұмыс істейтін. Жұмыс барысында өзіне тікелей қатысы жоқ қателіктер орын алған. Алайда оған жауапты адам ретінде қылмыстық іс қозғалып, сотталып кету қаупі төніп тұр. Данияр қолынан келген барлық әрекетті жасаған. Бірақ мәселенің күрмеуі сол бойы шешілмепті. Күнде тергеу, жүйкесі әбден жұқарған. Мен оған мынадай ақыл айттым. Данияр, сен қолынан келгенді жасап жатырсың. Түбінде Алланың пешене жазғаны болады. Қатты уайымдап таусылма. Бұлай ойлап көрші. Сен өзіңді ақтай алмасаң, әрі кетсе абақтыға жабыласың. Сотталу деген өмірдің бітуі, қиямет қайымның орнауы емес. Қаншама ұлы тұлғалар өмірінің бір бөлігін абақтыда өткізген. Мысалы, Жүсіп пайғамбар ұзақ жыл жазықсыз зынданда жатты. Бірақ текке жатпай, ол жерді медресеге айналдырды. Талай адамды ізгілікке шақырып, жақсылық үйретті. Ақыры ақталып шыққаннан кейін Мысырдың қазынасын басқарды. Жылдары халықты ашаршылықтан аман алып қалды. Ханафи мазхабының көрнекті ғұламасы Иман Сарахси қамауда жатып 20 томдық құнды еңбегін жазып шықты. Кейіннен бұл кітап әлемдік классикаға айналды. Әлі күнге дейін бұл еңбектің ғылыми құны артпаса, кеміген жоқ. Сол сияқты оңтүстік африкалық қайраткер Нельсон Мандела өмірінің 27 жылын қаттан тәртіптегі абақтыда өткізді. Оның 17 жылында жалғыз адамдық камерада отырды. Жарты жылда бір-ақ рет туысқандарымен кездесу немесе хат қабылдауға рұқсат етілген болатын. Сол 6 айда бір рет рұқсат етілген хаттың өзі түрме цензурасынан өтпей қалатын. Нельсон Мандела 1990 жылы бостандыққа шыққаннан кейін оңтүстік Африканың алғашқы қара нәсілді президенті болып сайланды. Нобель сыйлығына ие болды. Әлеуметтік экономикалық талай үлкен реформаларды жүзеге асырып, 2012 жылы 96 жасында дүние салды. Міне, Манделаның өмірі. Адам баласы сотталған жағдайда, түрмеде отырып, бостандықта жасай алмайтын істі атқаруға болады. Мысалы, сен бизнеске қатысты жүздеген кітапты оқып тауысып, кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгере аласың. Ағылшын тілін жетік үйреніп алуына да үлкен мүмкіншілік туады. Түрлі адамды көресің, өмірлік үлкен мектептен, тәжірибеден өтесің. Құранды толық жаттап алуына да болады. Киімді пайдалансаң, бұл саған таптырмайтын мүмкіндік. Құранда сендердің кейбірін ұнатпайтын нәрселерінің ақыры сендер үшін қайырлы болуы мүмкін деген аят бар. Сүт ашып кетсе, оған өкінбе, керісінше, одан ірімшік жаса. Осыған ұқсас әңгімелер айтып, көңілін көтеріп, жігерін қайрауға тырыстым. Бірақ Данияр сотталған жоқ. Кейін кездескенімде Қайрекен сотталайын деп тұрған адамға күшті мотивация береді, деп өткенді күліп еске алды. Ең қиын жағдайдың алдын ала қабылдау арқылы уайымды жеңілдететін бұл тәсіл психологияда Уиллес Кэррердің формуласы деген атпен белгілі екенін кейін білдім. Мен оқыған Мысырдағы Әл-Азғар университеті
күрделі оқу орындарының бірі. Жүйесі қызық. 3 пәннен өтпей қалсан, сол курсты келесі жылы қайта оқисың. Шетелдіктер үшін араб тіл ауыр болғандықтан, студенттердің көбі ойындағысын толық жеткізе алмай қиналатын. Емтихан алдында Ибрахим деген жігіттің уайымдайтыны соншалық стресстен бет-аузына жарақ қаптап кететін. Ал менің ұйқым тыныш. Өйткені өтпей қалсан, дүние төңкеріліп, қиямет қайым орнамайды. Студенттер емтиханнан сүрінбей өтейік деп күндіз түні дұға жасайтын. Ал мен қолымнан келгенше дайындалып, Алла тағалам емтиханнан өтуім қайырлы болса ғана нәсіп ете көр деп дұға жасаймын. Бір рет емтиханнан өткізе көр деп тілемедім. Өйткені қай нәрсенің қайырлы екенін біз білмейміз. Ішімнен өтпей қалсам, уақытым көп болады. 1 жыл бойы тапсыра алмай қалған 3 пәнді жақсылап меңгеріп аламын. Қалған уақытымды ағылшын тілін үйренемін, ананы жасаймын, мынаны істеймін деп өзімше мақсаттар қойып, жоспар жасап аламын. Емтиханға дайындық барысында харекетімді арттыратын аздап уайым пайда болатын. Бұл жақсы, орынды уайым. Соның нәтижесінде Аллаға шүкір оқуды уақытында тәмамдадым. Уайымға салынудың ішкі үрейден құтқаратын тағы бір амал әрдайым харекетте болу. Уайымның, мазасыздықтың орнын жақсы істермен толтырып тастаңыз. Санаңыздағы уайым мен үрейді қарбалас жұмыстармен, үздіксіз істермен алмастырыңыз. Абай Хакім: әрбір орынды харекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Орынсыз күлкі мен азайтпа, орынды харекетпен азайт, десе Шәкәрім Құдайбердіұлы. Үйге отырып салынған сары уайым, тілегенің тұра ма саған дайын. Жүріп тұрып ойланып істеп көрсен, харекеттің білесін сонда жайын, деп уайымнан арылуды өлең жолдарымен жеткізген. Орынды уайым деген болады. Ол адамға жауапкершілік жүктеп, харекетке итермелейді. Мұндай уайым жайлы Абай Хакім: уайым ең қорғаны есі барлық дей отырып, 4-ші қара сөзінде: әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ақырет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кәніш, іс-әрекет болса керек депті. Ғұмыр түс. Өткінші мына өмірде өтпелі бәрі өтпелі. Есенқұл Жақыпбек. Уайым қайғыны емдейтін тағы бір жақсы амал өмірге деген көзқарас. Данышпандардың бәрі мына өмірде жалған дүние деген. Бұл сөздің астарында үлкен философия жатыр. Жалған дүние деп уақытша нәрсеге айтылады. Мысалы, кейде түсімізде шым-шытырық оқиғаларды, қайғылы жағдайларды көреміз. Тіпті жақынымыздан айырылып, қан жылап жатып, оның түс екеніне көз жеткізгеннен кейін жанымыз жай табады, көңіліміз орнына түседі. Мұна дүние бақи дүниемен салыстырғанда түс секілді. Өйткені кез келген оқиға өткінші. Жоғарыдағы түс сияқты, тек мәңгілік қана ақиқат. Әзіретті Әлидің адам баласы ұйқыда өлгенде ғана оянады деген сияқты. Ғалымдардың зерттеуі бойынша, біздің түні бойы көрген ең ұзақ түсіміз 7-11 секунд уақыт екен. Дәл сол секілді мына дүние сүрген ең ұзақ ғұмырдың өзі 1 немесе жарты күн екендігі Құранда. Содан кейін Алла оларды жер бетінде неше жыл тұрдыңдар деп сұрайды. Олар 1 күн немесе күннің бір бөлігіндей аз ғана уақыт тұрдық. Алайда нақты айта алмаймыз. Оны уақыттың есебін білетіндерден сұрасан болар еді деп жауап береді делінген. Ендеше түс секілді мына қысқа ғұмырда басымызға келер қанда бір қиыншылық, қайғылы оқиға мәңгілік емес, өткінші екеніне илансақ, ол үшін уайымдап қайғыруға тұрмайтынын түсінеміз. Мәулананың «Қайғырма, ей көңіл, бәрі өтеді, тіпті өмірде» дегенің әркез жадында ұстағайсың. Ғажайып жүзік.
Ертеде бір патша уәзірлерін жинап, маған қолымнан тастамай тағып жүретін ажайып жүзік жасатыңдар. Ол жүзіктің ерекшелігі оған қарағанымда тәубеме келейін, уайымға батсам жұбаныш табайын депті. Уәзірлер елдегі зергерлер мен данышпандарды жинап, оларға патшаның қалауын жеткізеді. Содан бәрі жабылып, неше түрлік жасатып, бәріне әртүрлі данал сөздер жаздырып, патшаға ұсынады. Патша ұсынылған жүзіктің ешбір ұната қоймайды. Тек соңғы жүзікке көзі түскенде ғана қуаныштан жүзі жадырап сала береді. Міне, маған керегі, мен қалаған жүзік осы, деп жүзікті саусағына тағып, қайта-қайта айналдырып қарай береді. Жүзікте бұл да өтеді, патшағар, деп жазылған екен. Я, сән салтанатты патшалығы да, үкім жүргізген билігі де өтеді. Кез келген қайғылы жағдай да, қиыншылық та мәңгі емес, ол да өтеді. Демек, оқырман бауыр, сенің де басына түсер кез келген қиыншылық мәңгі емес, ол да өтеді. Ендеше, өткінші нәрсені уайымдап, сылан суға кетпесін, тауын шағылып, жігерін құмға айналмасын. Жаратқаннан жәрдем тілеп, басынды тік көтеріп, алдағы сәулелі күндерден үміт күт. Өлім ақиқаты. Адамның көбі өлім ақиқатынан қорқады. Бұл адамзаттың ең үлкен қорқынышы. Өлімнен неліктен мұнша қатты қорқамыз? Себебі адам рухы мына пәни дүниедегі қысқа ғұмырға қанағаттанбайды. Мәңгілікке жаралған жан мәңгілікті аңсайды. Әлі есімде, кішкентай кезімде, ауылдағы алғаш адам өлімімен жерлеуге куә болған кезде, бірнеше түн дөңкешіп ұйқым қашқан. Төсекте жатып, адамның бәрі ерте ме, кеш пе өледі екен ғой. Өліп жоқ боламыз ба сонда? Менің өлгім келмейді, деймін терең ойға батып. Осы сәттен бастап өмір мен өлім, тіршіліктің мәні. Құдай жайлы ойлайтынды шығардым. Кейіннен осына ойлар мені діни жолға алып келген сияқты. Я, өлім құбылысы өмір секілді, сөзсіз келіп жететін ақиқат. Бірақ өлім шіріп жоқ болып кету немесе тіршіліктің соңы емес, рухтың бір халден екінші бір халге өтуі. Пәниден мәңгілік әлемге көшуі болмақ. Кез келген адамға дене мүшелерін кімдікі деп сұраса, менікі деп жауап береді. Барша тәңіне менікі деп елік етіп тұрған іштегі рухын мен. Ендеше өлім ақиқаты менікінен, яғни жанның тәннен ажырату процесі ғана. Абай айтпақшы, менен менекінің айрылғаның өлі деп ат қойыпты, өкінбей білмес. Қыстан кейін жазды жаратқан Құдай өлімнен кейін мәңгі өмірді де жаратады. Олай болмағанда, мына тіршіліктің мәні толық ашылмайды. Бейне бір аяқталмай қалған кітап тәрізді, мағынасыз күй кешпек. Залымдар жауапқа тартылатын, ізгілер жасаған салихалы істерінің қарымынан алар есеп күні. Ақырет әлемі болмаса, Құдайдың өзі әділетсіз болмақ. Бұл мүмкін емес. Құдайға әділетті деп иман келтірдік емес пе? Олай болса, қыстың күні шыбын шіркейді, өсімдік біткенді, ағаш атаулыны қуратып, көктемде қайта тірілтіп, жап-жасыл етіп жайқалтқан Алла Тағала адамды да ақыретте қайта тірілтеді. Себебі адам шыбын шіркейден де, өсімдік атаулыдан да ардақты, һәм мағыналы жаратылыс. Күллі жаратылыс атаулыны жоқтан жаратқан Құдай үшін сені қайта тірілту қиынға соға ма? Маған және жақындарыма ажал келіп жете ме? Деп қыбыр еткен оқиғадан, сытыр еткен сәттерден қорықпағын. Өлімді ойлап, сары уайымға салынба. Себебі өлім мына дүниедегі себеп салдар заңдылығына бағынса да, ол тағдырдың өзгермейтін жазымышы. Ажал тізгіні сенің қолында емес, оны өз бақылауыма аламын деп тырыспа. Өлімнің өзінен емес, өмірді мәнді сүре алмаудан қорық.
Әсілінде өмірі мәнге, ізгілікке толы адам үшін өлім сондай қорқынышты емес. Олай болса, кеудеңді жаның барда жаса, жақсылыққа ұмтыл, ғұмырыңды ізгілікпен кестеле. Пәниден мәңгілікке көшкенде артынан ғибратты ғұмыр, ұялмайтын өмір қалсын. Раббының құзырына жарқын жүзбен баруды ойла.